ырыс алды ынтымақ. Баяғыда бір ақылды қария болыпты. Оның 9 ұлы бар екен. Бірақ балалары әкесінің ақылын тыңдамай, әрқайсысы өз бетінше жүріп тұрады. Олардың бұл қылығын былайғы жұрт күлкі етеді. Үлкені кішісін аямайды. Кішісі үлкеніне ақшия қарайды. Бірлігі жоқ 9 баланы әркімдер-ақ ұрып кете береді. Содан әкесі балаларының қылығы туралы терең ойға шомады. Айласы таусылған шал таудан бір құшақ тобылға келіп, балаларын түгел шақырып алады. Содан соң: «Қане балаларым, күштеріңді сынап көрейік. Мына тобылғыны тобымен сындырыңдар» дейді. 9 ұл кезектесіп күштерін сынайды. Буылған бір құшақ тобылғыны ешқайсысы сындыра алмай, әбден шаршайды. Қария тобылғының бауын шешіп, енді бір-бірден сындырып көріңдер дейді. Балалары тобылғыны сол заматтақ шарт-шарт бөліп, «Мені сындырдық» деп мақтансып. Шал балаларын отырғызып қойып, нұсқалы сөзін бастайды. «Мен сендердің келешектеріңді ойлап қапа болам. Дұшпандарың көп. Ынтымағың жоқ болса, дұшпан сендерді жаңағы жалғыз тал тобылғыдай бырт-бырт сындырады. Ал буылған тобылғыдай бірлікте болсаңдар, сендерді ешкім сындырмақ түгіл майыстыра да алмайды. Менің айтарым сол» дейді. Көп ұзамай шал дүниеден өтеді. Балалары ақылға келіп, бірлесіп тіршілік етіп, кем-кетікке көмектесіп, ынтымақты өмір сүреді. Ырыс алды ынтымақ деген сөз содан қалған екен.